Баршаңызға сәлем. Біз бүгін сіздермен алма қағынан осындай шөл басар компот жасаймыз. Видео ұнаса каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге ең алдымен қант және алма қағы қажет, яғни кептірілген алма. Бірінші, алма қағымызды жылы суға салып, видеода көрсетілгендей етіп, қолымызбен үйкеп тазалап жуып аламыз. Сосын суымызды төгіп тастап, қақты кастрөлімізге саламыз. Келесі кезекте қант мен 200 грамм қостым. Және су құямыз. Су 4 литр қостым. Егер сіздер көп мөлшерде жасасаңыздар, нормасын көбейтсеңіздер болады. Суымызды құйып, қантымызды салдық. Енді компотымызды отқа қойып қайнатамыз. Компотымыз осылай бір қайнағаннан кейін отты баяу қылып, осылай ақырын ғана 15-20 минут қайнатып аласыздар. Міне компотымыз қайнап шықты, толықтай суыттық. Осындай болып шықты, дәмі де өте керемет болады. Келесі кезекте ковшинге құйып, тоңазытқышқа салып, салқындатып, балаларыңызға берсеңіздер болады. Дәмі өте керемет болады. Менің рецептіме жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.